Шолпан дәл сол күні өмірінің екіге бөлінетінін білген жоқ. Қолындағы ескі сөмкесін қыса ұстап, аурухананың суық дәлізінде үнсіз отырды. Дәрігердің бір ауыз сөзі бүкіл тағдырын төңкеріп жіберген еді. Кешіріңіз, күйеуіміз Мейрамбекті аман алып қала алмадық. Сол сәтте Шолпанның құлағына басқа ештеңе естілмеді. Дүние үнсіз қалғандай болды. Көзінен жас та шықпады. Ол тек қарсы қабырғаға қадалып отырып қалды. Енді 3 баламды қалай асыраймын? Бұл сұрақ жүрегін тілгілеп өтті. Бір аптадан кейін қаралы үйдің іші қаңырап қалды. Жұрттың аяғы саябырсыған соң ғана жалғыздықтың салмағы сезілді. Үлкен ұлы Қайрат 15 жаста еді. Әкесінің суретіне қарап үнсіз отырды. Ортаншы ұлы Сұңғат 12-де болатын. Әлі күнге дейін әкесінің үйге кіріп келетінін күтіп жүргендей есік жаққа қайта-қайта қарай беретін. Ал кенже қызы Айнагүл небәрі 7 жаста ғана еді. Ол анасының алдына келіп, «Анашым, әкем қашан келеді?» деп сұрады. Шолпанның жүрегі шым ете қалды. Ол қызын бауырына басып, «Әкең енді бізді көктен қорғайды, қызым», деп әрен сыбырлады. Айнагүл ештеңе түсінбесе де, анасының жылап тұрғанын көріп, өзі де үнсіз жылады. Келесі ай басталғанда үйдегі соңғы ақша да таусылды. Газдың ақысы, мектептің шығыны, азық-түлік бәрі бірінен соң бірі жинала берді. Шолпан жұмыс іздеп таңнан кешке дейін жүрді. Бірақ 45 жасқа келген әйелді ешкім жұмысқа алғысы келмеді. Жас адам керек, тәжірибесі бар ер азамат керек. Кейін хабарласамыз. Осында жауаптарды күн сайын еститін. Үйге қайтқанда балаларының жүзін көруге ұялатын болды. Бір күні көршісі Салтанат келді. «Шолпан, қаладағы наубайханаға адам керек екен. Жалақысы көп емес, бірақ тұрақты». Шолпан еш ойланбастан келісті. Таңғы 4-те тұрып, кешкі 7-де әрен үйге оралатын. Қолы күйіп, аяғы ісіп кететін, бірақ балаларын аш қалдырмау үшін бәріне шыдады. Бір күні кешке үйге келгенде Қайрат пештің қасында үнсіз отыр екен. «Балам, не болды?» Қайрат анасына тура қарап, «Анашым, мен мектепті тастайын». Шолпан селк етіп кетті. «Не айтып тұрсың?» «Жұмыс істеймін. Саған көмектесемін». Шолпанның жүрегі қарс айырылды. «Жоқ, әкең екеуміздің ең үлкен арманымыз сендердің білім алғандарың. Сен мектепті тастамайсың, бірақ сен күнде жылайсың». Шолпан баласын құшақтап алды. «Менің жылағанымнан қорықпа. Ана деген жылайды да қайта күледі де. Бірақ баласының болашағын ешқашан құрбан етмейді». Қайрат алғаш рет анасын қатты құшақтады. Арада бірнеше күн өтті. Наубайханада жұмыс ауырлай түсті. Бір күні қамыр илеп тұрған кезде Шолпанның көзі қарауытып жерге құлап түсті. Қасында жұмыс істейтін Анар жүгіріп келді. «Шолпан, Шолпан, көзіңді аш». Ауруханаға жеткізген дәрігер, «Сіз аш жүріп жұмыс істепсіз, қатты әлсірегенсіз» деді. Анар үнсіз көз жасын сүртіп тұрды. Өйткені ол Шолпанның күн сайын балаларын тойдырып, өзі тек шай ішіп жүретінін жақсы білетін. Анар дәрігердің сөзін естігенде жүрегі шымырлап кетті. «Шолпан, сен осылай өзіңді құртып жүрсің бе? Балаларым үшін өмір сүргің келсе, алдымен өзіңді ойлауың керек». Шолпан әлсіз жымиып, «Ана болған соң, алдымен баласын ойлайды ғой». Анар үнсіз қалды. Мұндай жауапқа қарсы айтар сөзі болмады. Кешке қарай Шолпан үйіне қайтты. Есікті ашқанда ас үйден тамақтың иісі шықты. Ол таңырқап қалды. Үстелдің үстінде қарапайым ғана картоп пен жұмыртқадан жасалған кешкі ас тұр екен. «Мұны кім дайындады?» Айнагүл жүгіріп келіп, «Қайрат ағам екеуміз жасадық. Сұңғат ыдыстарды жуды» деді қуана. Шолпан көз жасын жасыра алмады. Балалары бір күннің ішінде есейіп кеткендей еді. Сол түні Қайрат ұйықтай алмады. Ол анасының жұмыстан келгендегі шаршаған жүзін қайта-қайта есіне алды. Осындай болып жүргенше жұмысқа шығуым керек. Ертеңіне мектептен кейін құрылыс маңына барып, «Аға, жұмыс бар ма?» деп сұрады. Жасы 50-ді алқындаған Бауыржан есімді құрылыс шебері баланы басынан аяғына дейін бір қарап шықты. «Неше жастасың?» «15-ке толдым». «Оқымайсың ба?» «Оқимын, сабақтан кейін ғана істеймін». Бауыржан оның жүзіне ұзақ қарады. «Ақша не үшін керек?» Қайрат үндемей қалды. «Анам үшін». Осы екі сөз Бауыржанның жүрегіне жетті. «Жарайды, бірақ ауыр жұмыс істеппеймін. Кешке дейін ғана көмектесесің». Қайраттың жүзіне алғаш рет күлкі үйірілді. Бірнеше апта өтті. Қайрат күндіз сабақ оқып, кешке құрылысқа баратын болды. Алған азын-аулақ ақшасын анасына білдіртпей үстелдің тартпасына салып кететін. Бір күні Шолпан тартпаны ашып қалып, ішінде ақша жатқанын көрді. «Бұл қайдан келді?» Балалардың еш қайсысы үндемеді. Кешке қарай Бауыржанның өзі
үйге келді. Кешіріңіз Шолпан, Қайрат бізде жұмыс істеп жүр. Шолпан бір сәтке есеңгіреп қалды. Не? Өз еркімен келді, сізге көмектескісі келеді. Шолпан Қайратқа бұрылды. Балам, неге маған айтпадың? Қайрат төмен қарады. Сенің күнде шаршап келгеніңді көре алмадым. Шолпан ұлын құшақтап алып ұзақ жылады. Маған ақша емес, сенің амандығың керек, сабағыңды тастама. Әкеңнің арманы сендердің білімді болғандарың еді. Қайрат үнсіз басын изеді. Сол күннен бастап Бауыржан кейде үйге азық-түлік әкеліп тұратын болды. Бұл қайырымдылық емес, бұл адамдық дейтін ол. Шолпан мұндай кеңпейіл жанның әлі бар екеніне таңғалатын. Бір күні кешке үйге бейтаныс көлік келіп тоқтады. Ішінен сәнді киінген әйел түсті. Ол өзін «Мен Қайраттың туған әпкесі емес, әкесінің қарындасы Салтанатпын» деп таныстырды. Балалар бір-біріне қарады. Өйткені әкелері тірі кезінде бұл кісі олардың үйіне бірде-бір рет келмеген еді. Салтанат үйге кіріп, айналаны үнсіз шолып шықты. Шолпан, сендерге көмектесуге келдім. Бірақ оның жүзіндегі салқындықты көрген Шолпанның жүрегіне бір күмән ұялады. Бұл көмек шын ниеттен бе, әлде басқа бір есеп бар ма еді? Шолпан Салтанатқа үнсіз қарап отырды. Үйдің іші тып-тыныш. Тек қабырғадағы сағаттың тықылы ғана естіледі. Салтанат жан-жағына көз жүгіртіп шықты. Ескі жиһаз, тозған кілем, бұрышта тұрған мектеп сөмкелері. Ол ауыр күрсінді. Сендерге қиын болып жатқан көріп тұрмын. Шолпан сабырмен. Аллаға шүкір, балаларым аман. Салтанат сәл жымиғандай болды. Сен баяғыда екенсің. Біраз үнсіздіктен кейін Салтанат сөз бастады. Ағам қайтыс болғаннан кейін келе алмадым, ренжіме. Шолпан ештеңе демеді. Жүрегінде қанша реніш жатса да сыртқа шығармады. Салтанат сөмкесінен қалың конверт алып шықты. Мынау аз да болса көмегім. Шолпан қолын бірден кейін тартты. Жоқ, рахмет, мен алмайым. Неге? Мен садақа сұраған жоқпын. Бұл садақа емес, бұл бауырының балаларына деген парызым. Шолпан тағы да басын шайқады. Егер осы уақытқа дейін іздемеген болсаңыз, енді ақша әкеліп ештеңе өзгерте алмайсыз. Салтанат үнсіз қалды. Оның көзіне жас толды. Сен мені кешірмейсің. Кешіру бір басқа, ұмыту бір басқа. Салтанат көз жасын сүртті. Шолпан, сен шындықты білмейсің. Шолпан таңырқай қарады. Қандай шындық? Ағаң тірі кезінде маған жиі хабарласатын. Сендерге көмектесейін деп талай рет ақша жібермек болдым. Бірақ не? Мейрамбек қабылдамады. Шолпан селк ете қалды. Не дейсіз? Ол балаларымды өзім асыраймын, ешкімге қол жаймаймын дейтін. Шолпанның көз алдына марқұм күйеуінің жүзі келді. Иә, Мейрамбек өте намысшыл адам болатын. Салтанат сөзін жалғастырды. Кейін өзіңде ауыр сырқатқа шалдығып қалдым. Бірнеше операция жасаттым. Сырт елде емделдім. Ағамнан айырылғанымды кеш естідім. Үйдің ішін үнсіздік басты. Шолпанның жүрегіндегі мұз сәл жібігендей болды. Кешіріңіз, мен бәрін басқаша ойлаппын. Салтанат орнынан тұрып, Шолпанның қолынан ұстады. Маған ештеңе керек емес, тек балалардан айырмашы. Айнагүл жайлап келіп, әкеңіздің қарындасы болсаңыз, сіз де біздің әпкеміз сияқтысыз ба? Салтанат жылап жіберді. Иә, қызым. Ол Айнагүлді құшағына қысып ұзақ тұрды. Сол күннен кейін Салтанат анда-санда келіп, балалардың халін сұрап тұрды. Бірақ ешқашан ақшасын күштеп ұстатпайтын. Тек кейде мектепке керек дәптер, киім немесе азық-түлік әкелетін. Шолпан оның ниетінің ав екенін біртіндеп түсіне бастады. Күз келді. Қайрат мектепте үздік оқып жүрді. Сұңғат та сабақтан қалмайтын. Ал Айнагүл ән айтуға ерекше қызығатын. Бір күні мектепте мұғалімі. Айнагүл, даусың өте әдемі екен. Облыстық байқауға қатыссаң қалай? Қыз қуанып үйге жүгіріп келді. Анашым, мені байқауға шақырды. Шолпанның жүзі бал-бұл жанды. Құтты болсын қызым. Бірақ қуанышы ұзаққа созылмады. Мұғалім берген қағазды оқығанда қатысу үшін жол ақысы мен арнайы киім қажет екенін білді. Ал үйде оған жететін ақша жоқ еді. Айнагүл анасының көңілінің түсіп кеткенін байқап, ештеңе етпейді анашым, мен бармай-ақ қояйын, деді. Шолпан қызының жүзіндегі мұңды көріп, іштей бір шешім қабылдады. Қызымның арманын ешқашан жоқшылықтың жолында қалдырмаймын. Қандай қиындық болса да амалын табамын. Сол түні Шолпан көзіле алмады. Айнагүлдің бармай-ақ қояйын деген сөзі құлағынан кетпей қойды. Қызының жүзіндегі үміттің бір сәтте сөніп қалғанын көргенде жүрегі қанжылады. Жоқ, балалар мен көрген жоқшылықты көрмеуі керек. Ол таң атпай жұмысқа кетті. Наубайханада қамыр илеп жүргенде Анар оның көңілсіз отырғанын байқап қалды.
Шолпан, саған не болды? Ештеңе. Жоқ, сен бірдеңені ішіңе бүгіп жүрсің. Шолпан үнсіз қалды. Біраздан кейін ғана бәрін айтып берді. Айнагүлдің байқауға барғысы келетінін, бірақ оған ақша жетпейтінін жеткізді. Анар ойланып қалды. Байқауға қанша ақша керек? Жол ақысы, киімі, бәрін қосқанда біраз болады. Анар ештеңе демеді. Кешке қарай жұмыс аяқталғанда, мекеме басшысы Қайрат есімді азамат барлық қызметкерлерді жинады. Ертең үлкен тапсырыс бар. Кім қосымша жұмысқа қалады, 2 есе жалақы алады. Жұрттың көбі үндемеді. Өйткені жұмыс өте ауыр болатын. Шолпан еш ойланбастан, мен қаламын. Қайрат оған алаңдап қарады. Шолпан, кеше ғана ауруханадан шықтың ғой. Балаларым үшін бәріне дайынмын. Қайрат оның сөзінен кейін үндемей қалды. Сол түні Шолпан таңғы 4-ке дейін жұмыс істеді. Қолының терісі жарылып, ұнға араласқан қанын ешкім байқамасын деп жасырып жүрді. Үйге келгенде бәрі ұйықтап жатыр екен. Ол ақырын ғана Айнагүлдің бөлмесіне кірді. Қызы жастығын құшақтап, тәтті ұйықтап жатыр. Шолпан оның маңдайынан сипап, «Сенің арманың орындалады, қызым», деп сыбырлады. Ертеңіне мектептен келген Айнагүл анасының қолына қарады. «Анашым, қолымыз неге жара болып кеткен?» Шолпан дереу қолын артына жасырды. «Ештеңе емес, қызым». Бірақ Айнагүл бәрін түсінді. Сол күні кешке ол байқауға қатысатыннан бас тартатынын айтты. «Мен бармаймын». Шолпан таңырқап қалды. «Неге?» «Мен үшін өзіңізді қинамаңыз». Шолпан қызым құшағына басты. «Мен сендер үшін еңбек етіп жүрмін. Бұл маған ауыр емес. Бірақ сіз күнде шаршайсыз». Ана үшін баласының қуанышынан артық ештеңе жоқ. Екеуі үнсіз жылап тұрды. Осы әңгімені есіктің сыртында тұрған Сұңғат естіп қалды. Ол ешкімге білдірмей сыртта шығып кетті. 1 сағаттан кейін қолында кішкентай қораппен үйге оралды. «Анашым, не болды балам?» Сұңғат қорапты анасының алдына қойды. Ішінде бірнеше 1000 теңге жатыр екен. «Бұл ақша қайдан келді?» «Мен велосипедімді сатып жібердім». Шолпанның өңі қуарып кетті. «Не істедің?» «Айнагүл барсын дедім». Айнагүл бірден жылап жіберді. «Аға, неге олай істедің?» «Велосипедті кейін де аламын, ал сенің арманыңды кейін қайтара алмаймыз». Шолпан екі баласын құшағына қысып, көз жасына ерік берді. «Мен қандай бақытты анамын. Осындай мейірімді балаларды маған берген Аллаға шүкір». Келесі күні таңертең үйдің алдына қымбат көлік келіп тоқтады. Көліктен Бауыржан түсті. Оның қолында үлкен папка бар еді. «Шолпан, сенімен маңызды мәселе сөйлесуім керек». Ол папканы ашып, «Мен сен туралы бәрін басшылыққа айттым. Олар саған күтпеген ұсыныс жасап отыр». Шолпан тамырқап Бауыржанның жүзіне қарады. Өйткені бұл ұсыныс оның ғана емес, 3 баласының да бүкіл өмірін өзгертуі мүмкін еді. Шолпан Бауыржанның қолындағы папкаға үнсіз қарап қалды. Жүрегі дүрсілдеп соғып тұр. «Қандай ұсыныс?» деді ол баяу ғана. Бауыржан күлімсіреп, «Қорықпа, жақсы жаңалық». Шолпан үнсіз тыңдап отырды. «Мен сен туралы наубайхананың директорына айттым. Сенің қалай еңбек ететініңді, ешкімге шағымданбайтыныңды, балаларын үшін жанын салатыныңды бәрін жеткіздім». «Сосын?» «Олар сені цехтың аға ауысын жетекшісі қызметіне көтермек». Шолпан сене алмай қалды. «Мені ме?» «Иә, жалақың да 2 есеге жуық өседі». Шолпан көзіне жас алып, «Бірақ менің білімнен бұрын адамдық пен еңбек бағаланады. Сен соған лайықсың». Бірнеше күннен кейін Шолпан жаңа қызметіне кірісті. Жұмыс бұрынғыдан да жауап деді. Енді өзі ғана емес, басқа жұмысшыларға да жауап беретін болды. Анар қуанып, «Мен саған сенгемін, Шолпан». «Мен де өзіме алғаш рет сеніп тұрмын», деді Шолпан күлімдеп. Ал Айнагүл облыстық ән байқауына қатысатын күнде келіп жетті. Шолпан қызының шашын тарап отырып, «Қызым, жеңілсең де жылама». Айнагүл күліп, «Анашым, мен жеңу үшін емес, сіздің еңбегіңізді ақтау үшін барам». Шолпан қызын құшақтап, «Мен сендермен онсыз да мақтанамын». Байқау залы халыққа лық толы еді. Кезек Айнагүлге келгенде ол қатты толқышты. Сахнаға шығар алдында көзі анасына түсті. Шолпан 2 қолын жүрегіне қойып, «Сенің қолыңнан келеді, қызым», деп сыбырлады. Айнагүл терең дем алып әнін бастады. Зал іші тып-тыныш болып қалды. Ән аяқталғанда көрермендер ұзақ уақыт қол соқты. Қазылар алқасының мүшелері де ризашылықпен бас изеді. Кешке жеңімпаздарды жариялай бастады. 3-ші орын, 2-ші орын. Айнагүлдің аты аталмады. Қыздың көңілі түсіп кетті. Демек ұтылдым. Бір кезде жүргізуші, «Бас жүлде иегері Айнагүл Мейрамбек қызы» дегенде бүкіл зал ду қол шапалақтады. Айнагүл көз жасын тия алмады. Сахнадан түсе сала анасына қарай жүгірді. «Анашым, біз жеңдік». Шолпан қызын құшағына қысып, «Жоқ, қызым, сен өз еңбегіңмен жеңдің».
Сол күні жергілікті газетте Айнагүл туралы мақала жарық көрді. Қарапайым наубайшының қызы облыстық байқаудың жеңімпазы атанды деген тақырып көпшіліктің назарын аударды. Бұл жаңалық ауылға да жетті. Мейрамбектің туған ағасы Сұңғат та бұл мақаланы оқып шықты. Ол ұзақ ойланып отырды. Жанында отырған әйелі: "Не болды?" "Інімнің балалары. Не болыпты? Біз осы уақытқа дейін бір рет те іздемеппіз." Ол ауыр күрсінді. "Ертең барып қайтам." Келесі күні түске таман Шолпанның үйінің алдына ескі көлік келіп тоқтады. Көліктен еңселі, елулер шамасындағы ер адам түсті. Шолпан оны бірден таныды. Бұл марқұм Мейрамбектің туған ағасы Сұңғат еді. Ол үнсіз келіп, есіктің алдына тоқтады. Бірнеше секунд ештеңе айта алмай тұрды. Сосын қалтасынан ескі суретті алып шықты. Суретте жас Мейрамбек пен Сұңғат құшақтасып күліп тұрған еді. Сұңғаттың дауысы дірілдеп кетті. "Шолпан, мен ініме берген уәдемді орындай алмадым. Мені кешірші." Шолпан оның жүзіне үнсіз қарады. Өйткені бұл кездесудің олардың өмірін қалай өзгертетінін ол әлі білмейтін еді. Сұңғаттың көзіне жас үйірілді. Ол қолындағы ескі суретті Шолпанға ұсынды. "Мына сурет түсірілгенде біз екеуміз де жас едік. Мейрамбек маған: егер маған бірдеңе болса, балаларымды саған аманат етем" деген еді. Шолпан суретке ұзақ қарап тұрды. Жүрегі шымырлап кетті. "Сонда неге сол аманатты орындамадыңыз?" Сұңғат басын төмен салды. "Менің ең үлкен қателігім де сол болды." Үйдің ішіне кірген соң бәрі үнсіз отырды. Айнагүл шай құйып берді. Қайрат пен Айнагүл бұл кісіні бұрын көрмегендей қызықтай қарап отыр. Сұңғат ауыр күрсінді. "Інің қайтыс болғаннан кейін бізде де қиын күндер басталды. Зауыт жабылып қалды. Өзім жұмыссыз жүрдім. Әйелім қатты сырқаттанып, ем іздеп қала-қаланы арыладық. Қолымыздағы азын-аулақ малды сатып, соның бәрін емге жұмсадық." Ол бір сәт үнсіз қалды. "Бірақ қанша қиындық көргеніммен сендерден хабар алым керек еді. Соған батылым жетпеді. Күн өткен сайын ұяла бердім." Шолпан оның сөзін бөлген жоқ. Өйткені адамның өкініші шынайы екенін көзінен ақ байқауға болатын. "Қайрат, бері келші балам." Қайрат жайлап жағындады. Сұңғат қалтасынан ескі сағатты шығарды. "Бұл сағатты әкең екеуміз жас кезімізде бірге сатып алғанбыз. Ол өзінікін өмірінің соңына дейін тағып жүрді. Ал мынауы менде қалған еді." Қайрат сағатты қолына алды. "Әкем осыған ұқсас сағат тағатын." "Иә, бұл егіз сағаттардың бірі." Қайрат көзіне жас алып: "Рахмет аға." Сұңғат оның иығынан қағып: "Маған аға деме. Мен сенің ағаң емеспін. Мен сенің көкеңмін." Қайрат жымиып: "Жақсы, көке." Сол күннен кейін Сұңғат анда-санда келіп тұратын болды. Үйдің сынған қақпасын жөндеп берді. Қыста отын түсіріп берді. Балалардың сабағын сұрап, хал жағдайын біліп кететін. Шолпан да оның шын ниетіне біртіндеп сене бастады. Көктем келді. Қайрат мектепті үздіп аяқтады. Бір күні директор оны кабинетіне шақырды. "Қайрат, саған жақсы жаңалығым бар." "Қандай жаңалық?" "Сен облыстық олимпиадада жеңіске жеткенің үшін университетке грантқа ұсынылып отырсың." Қайрат қуаныштан не айтарын білмеді. "Рас па? Бірақ бір шарт бар." "Қандай?" "Құжаттарыңды бір апта ішінде өткізуің керек." Қайрат үйге жүгіріп келді. "Анашым, мен грантқа түсуім мүмкін." Шолпан баласының қуанышына ортақ болды. "Әкеңнің арманы орындалатын болды балам." Бірақ көп ұзамай олардың қуанышын тағы бір мәселе басты. Құжаттарды рәсімдеуге, жол жүруге және жатақханаға орналасуға біраз қаражат қажет еді. Үйде ондай ақша жоқ болатын. Сол түні Шолпан жалғыз өзі аулада отырды. Аспанға қарап ұзақ ойланды. "Қызымның арманын орындадық. Енді ұлымның болашағы тұр. Қандай қиындық болса да балаларының жолын жаппаймын." Осы кезде үйдің алдына қара түсті көлік келіп тоқтады. Көліктен сәнді киінген орта жастағы ер адам түсті. Ол өзін таныстырып: "Менің атым Қайрат. Мен облыстағы ірі компаниялардың бірін басқарам." Шолпан таңырқай қарады. "Маған не шаруамен келдіңіз?" Ер адам қолындағы газетті көрсетті. Газеттің бірінші бетінде Айнагүлдің суреті мен 3 баласын жалғыз өсірген ананың қызы бас жүлде жеңіп алды деген мақала тұр еді. "Мен осы мақаланы оқыдым. Сізбен арнайы танысу үшін келдім. Бірақ келуімнің басты себебі басқа." Ол сәл кідіріп, Шолпанның көзіне тіке қарады. "Мен сіздің отбасыңызға өмірлеріңізді түбегейлі өзгертетін ұсыныс жасағым келеді." Шолпан оның не айтатынын тағатсыздана күтті. Шолпан бейтаныс адамның жүзіне ұзақ қарады. Жүрегі біртүрлі қобалжып кетті. "Қандай ұсыныс?" Қайрат сәл жымиып орындыққа жайғасты. "Ең алдымен сізді сырттай көптен бері білетінімді айтқым келеді." Шолпан таңырқап қалды. "Мені ме?" "Иә,
Осы қаладағы наубайханаға ұн жеткізетін біздің компания. Бірнеше жылдан бері сіз туралы жақсы пікір естіп келемін. Ешқашан кешікпейді, ешкіммен ұрыспайды, адал еңбек етеді деп бәрі мақтайды. Шолпан төмен қарады. Мен тек балаларым үшін еңбек еттім. Ал кеше газеттен қызыңыз туралы мақаланы оқыдым. Сонда ғана сіздің қандай қиын өмір сүріп келе жатқаныңызды білдім. Қайрат қолындағы папканы ашты. Біз жыл сайын жағдайы қиын, бірақ білімге құштар балаларға арнайы білім грантын бөлеміз. Шолпан үнсіз тыңдап отыр. Сіздің ұлымыз Қайраттың мектептегі жетістіктерін де қарап шықтық. Шолпан тамырқай қалды. Қайдан? Директормен сөйлестік. Ұлымыз өте дарынды екен. Шолпанның жүрегі алып ұшықтырды. Сосын? Егер өзіңіз қарсы болмасаңыз, Қайраттың университетте оқу ақысын, жатақханасын және алғашқы 4 жылдық шығынын біздің қор толық өз мойнына алады. Шолпан көз жасын тыя алмады. Сонда бізден ештеңе сұрамайсыздар ма? Жоқ. Кейін қайтару керек пе? Жоқ. Неге еді? Қайрат жымиып. Өйткені кезінде бір адам маған дәл осындай көмек берген еді. Бүгін сол жақсылықты басқа бір отбасыға қайтарғым келеді. Сол сәтте үйге Қайрат кіріп келді. Ол бейтаныс адамды көріп тоқтап қалды. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам балам. Сен Қайратсың ғой? Иә. Құттықтаймын. Сен университетке оқуға барасың. Қайрат ештеңе түсінбей анасына қарады. Шолпан үнсіз жылап тұр екен. Не болды? Шолпан орнынан тұрып баласын құшақтап алды. Балам, арманым орындалды. Қайрат бәрін естіген соң үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін ол әлгі кісіге бұрылды. Аға, мен сізге өмір бойы қарыздар боламын. Қайрат басын шайқады. Жоқ балам, неге? Ертең сен аяққа тұрған соң, дәл осылай басқа бір балаға көмектессең болды. Менің ақымақ айтарым сол ғана. Қайрат көзіне жас алып. Уәде беремін. Жаздың соңында Қайрат университетке қабылданды. Оны шығарып салуға бүкіл отбасы жиналды. Айнагүл ағасын құшақтап. Бізді ұмытып кетпе, сұңғат әзілдеп. Күнде хабарлас. Шолпан ұлының жағасын түзеп тұрып. Балам, есіңде болсын. Адамның байлығы ақшасында емес, жүрегінде. Қайрат басын изеді. Мен сізді ешқашан жерге қаратпаймын, анашым. Автобус қозғалғанда Шолпан көз жасын жасыра алмады. Бұл мұңның емес, үміттің жасы еді. Арада 3 жыл өтті. Қайрат оқуын үздік оқып жүрді. Айнагүл республикалық ән байқауларына қатыса бастады. Ал Сұңғат мектептегі үздік спортшы атанып, облыстық жарыстардан жүлдемен оралып жүрді. Шолпанның жүзіне алғаш рет уайымнан емес, қуаныштан күлкі үйірілді. Бірақ өмір тағы бір ауыр сынақ дайындап тұрған еді. Бір күні наубайханада жұмыс істеп жүрген Шолпан кенет жүрегін ұстап жерге отыра кетті. Анар жүгіріп келді. Шолпан, не болды? Шолпанның өңі бозарып кеткен. Ол әрең ғана. Кеудем қатты ауырып тұр, деп сыбырлады. Бірнеше минуттан кейін жедел жәрдем келіп, оны ауруханаға алып кетті. Дәрігер тексеруден кейін балаларын кабинетке шақырып, аналарыңыздың жүрегіне шұғыл ота жасау қажет. Уақытты жоғалтуға болмайды. Дегенде Қайраттың аяғының астынан жер сырғып кеткендей болды. Дәрігердің соңғы сөзі бәрінің жүрегіне найзадай қадалды. Ота жасалмаса, аналарыңыздың өміріне қауіп төнеді. Айнагүлдің қолындағы сөмкесі жерге түсіп кетті. Жоқ, анамызға ештеңе болмайды ғой. Дәрігер ауыр күрсінді. Біз қолдан келгеннің бәрін жасаймыз, бірақ уақыт жоғалтпау керек. Қайрат анасының палатасына қарай жүгірді. Шолпанның жүзі бозарып кеткен. Бірақ балаларын көргенде күлімсіреуге тырысты. Неге жылап тұрсыңдар? Ешқайсысы жауап бере алмады. Шолпан олардың бәрін көзімен бір шолып шықты. Бір кезде жай ғана. Мен сендерді аяққа тұрғыстым. Енді бір-біріңе тірек болыңдар, деді. Анашым, ондай сөз айтпаңызшы, деді Айнагүл жылап. Мен ешқайда кетпеймін қызым. Бірақ өмірде не болса да бауырларынан айырмаңдар. Қайрат анасының қолын қысастап, біз сізді ешқайда жібермейміз. Қажет болса, бар дүниемізді сатамыз. Шолпан әлсіз ғана жымиды. Байлық деген ақша емес балам. Менің байлығым сендерсіңдер. Ота құны өте қымбат еді. Үйдегі азын аулақ жинақ жетпейтін болды. Сұңғат көкесі бірден. Үйімді сатсам да ақшасын табам, деді. Салтанатта, мен де көмектесем. Бауыржан, қанша керек болса да мен дайынмын. Анар жұмысшылар арасында ақша жинауды бастады. Қайрат университеттегі достарына хабарласты. Айнагүл әлеуметтік желідегі парақшасына анасы туралы жазба жариялады. 2 күннің ішінде күтпеген жағдай болды.
Айнагүлдің жазбасын мыңдаған адам бөлісті. 3 баласын жалғыз өсірген ананы құтқарайық деген үндеу елге тарап кетті. Бірі 100 мың теңге жіберді, бірі 5 мың, бірі 1000 теңге. Бірақ әр адамның көмегі үлкен өзенге құйылған бұлақтай көбейе берді. Қайрат күн сайын есепті қарап отырып, анашының жақсылығын халық қайтарып жатыр, деп көзіне жас алды. 3-ші күні қажетті қаражат толық жиналды. Дәрігер ота жасайтын күнді белгіледі. Бүкіл отбасы аурухананың алдында дұға жасап тұрды. Шолпанды операция бөлмесіне алып бара жатқанда ол балаларын шақырып алды. Алдымен Қайраттың маңдайынан сүйді. Сен үйдің тірегі болдың. Сосын Сұңғатқа қарады. Сенің жүрегің өте жұмсақ, сол мейіріміңді жоғалтпа. Айнагүлді құшағына қысып, әніңмен адамдардың жүрегіне қуаныш сыйла. Үшеуі де көз жастарын тоқтата алмады. Ота 6 сағатқа созылды. Дәлізде отырған әр минут жылдай көрінді. Қайрат орнынан тұрып қайта отырады. Айнагүл үнсіз дұғаға оқып отыр. Сұңғаттың қолы дірілдеп кеткен. Ақыры операция бөлмесінің есігі ашылды. Дәрігер сыртқа шықты. Балалардың жүрегі аузына тығылды. Дәрігер, анамыз қалай? Дәрігердің жүзіне күлкі үйірілді. Құдайға шүкір, ота сәтті өтті. Үшеуі бір-бірін құшақтап, көз жастарына еріп берді. Бұл жолы ол мұңның емес, қуаныштың жасы еді. Бір айдан кейін Шолпан үйіне оралды. Үйдің ауласына кіргенде таң қалып тоқтап қалды. Ескі қоршау жаңартылыпты. Үйдің шатыры жөнделіпті. Аула гүлге толып кеткен. Шолпан таңырқап: "Мұны кім істеді?" Қайрат күліп: "Біз?" "Қалай?" "Сіз біз үшін өмір бойы еңбек еттіңіз. Енді сіздің демалатын кезіңіз келді." Сол кезде Айнагүл анасының қолынан ұстап: "Анашым, енді сіз жұмысқа бармайсыз." Шолпан таңырқап қызына қарады. "Неге?" Қайрат қалтасынан бір конверт шығарды. "Менің өмірімдегі ең үлкен қуаныштың бірі осы." Конверттің ішінде өте ірі компаниядан келген жұмысқа қабылдау туралы ресми хат жатыр еді. Жалақысы Шолпанның бұрынғы табысынан бірнеше есе көп болатын. Бірақ Қайраттың айтқан келесі сөзі Шолпанды одан сайын толқытты. "Анашым, ең бірінші айлығымды сіздің қолыңызға беремін. Өйткені менің бүгінгі жетістігімнің әр теңгесінде сіздің маңдай теріңіз бар." Қайраттың алғашқы жалақысы түскен күні ол банкоматтан ақшасын алып бірден үйіне келді. Шолпан дастархан жайып жатқан. Қайрат үнсіз келіп, конвертті анасының алдына қойды. "Бұл не, балам? Алғашқы еңбек ақым. Маған неге беріп тұрсың?" Қайрат анасының қолын ұстап: "Себебі бұл ақша алдымен сіздікі. Мені адам еткен, оқытқан, ешқашан мойымаған сізсіз." Шолпан көзіне жас алып: "Балам, маған ақша керек емес. Білемін, бірақ бұл сізге деген алғысым." Сол күні үйдің ішінде көптен бері болмаған қуаныш орнады. Арада 2 жыл өтті. Қайрат ірі компанияда жетекші маман болды. Сұңғат спорт академиясына грантпен оқуға түсті. Кейін балаларды жаттықтыратын бапкер атанды. Айнагүл консерваторияға қабылданып, үлкен сахналарда ән айта бастады. Оның орындаған әндері елге кеңінен тарады. 3 бала да әр жетістігін анасының батасымен бастайтын. Бір күні Айнагүл анасына: "Анашым, ертең ешқайда жоспар құрмаңыз." "Неге? Сізге тосын сыйымыз бар." Ертеңінде 3 бала анасын көлікке отырғызып, қаланың шетіне алып барды. Көлік үлкен, жарық, ақ түсті 2 қабатты үйдің алдына тоқтады. Шолпан таңырқап: "Бұл кімнің үйі?" Қайрат күлімсіреп қалтасынан кілт шығарды. "Сіздің үйіңіз." Шолпан сене алмай қалды. "Не дедің?" "Біз үшеуміз бірігіп сатып алдық." Айнагүл анасының мойнынан құшақтады. "Сіз өмір бойы жалдамалы үйде, таршылықта өмір сүрдіңіз. Енді өз үйіңізде бақытты өмір сүретін кезіңіз келді." Шолпанның қолындағы кілт дірілдеп кетті. Ол үйдің табалдырығын аттай алмай ұзақ тұрды. "Мейрамбек, көрдің бе, балаларымыз азамат болды", деп көкке қарап сыбырлады. Жаңа үйдің төріндегі ең үлкен қабырғаға Мейрамбектің суреті ілінді. Шолпан күнде таңертең сол суретке қарап: "Балалардың аманатын орындады. Енді көңілім тыныш болсын", деп дұға ететін. Уақыт өте келе үйдің іші бұрынғыдан да думанға толды. Қайрат сүйген жары Анарғаға үйленді. Сұңғат ұстаз салтанатпен шаңырақ көтерді. Айнагүл де өнер жолында жүрген Бауыржан есімді жігітке тұрмысқа шықты. Көп ұзамай Шолпан немерелерін қолына ала бастады. Бір күні аулада барлық бала шағасы мен немерелері жиналып отырғанда Айнагүл: "Анашым, өміріңіздегі ең үлкен арманыңыз орындалды ма?" Шолпан айналасына қарап күлімсіреді. Балалары күліп отыр. Немерелері аулада асыр салып ойнап жүр. Көктегі күн жарқырап тұр. Ол жай ғана. "Менің байлығым
осы отырған сендер. Мен өмір бойы сарайда, алтында армандаған жоқпын. Сендердің адам болғандарыңды армандадым. Сол арманым орындалды. Үшеуі бірдей орнынан тұрып, аналарым құшақтап алды. Рахмет, анашым. Шолпан көз жасын сүртіп, естерінде болсын балаларым. Адамды бай қылатын дүние емес. Адамды бай қылатын адал еңбек, бірлік және ана батасы. Бір-біріңмен ешқашан айырылмаңдар. Балалары үнсіз бас изеді. Сол күні аула ұзақ уақытқа дейін күлкіге, балалардың шат дауысына толып тұрды. Шолпан көкке көз тастап іштей: Мейрамбек, аманатынды орындадым. 3 баламызды аяққа тұрғыздым, деп сыбырлады. Жел баяу есіп, ауладағы ағаштардың жапырақтары сыбдырлады. Бейне бір өмірден өткен жары оның сөзін естігендей еді. Арада жылдар өтсе де, Шолпанның тағдыры ауылда да, қалада да көпшілікке үлгі болып қалды. Оның өмірі бір нәрсені дәлелдеді. Қиындық қанша ауыр болса да, мейірімнен, адал еңбектен және ана жүрегінен күшті ештеңе жоқ. Әңгімені оққан болсаңыз, анаңыздың қадірін тірі кезінде білесіз. Ол кісіге жылы сөз айтуды ешқашан кейінге қалдырмаңыз.